Француздың атақты ғалымы Жакев Кусто жер орта теңізі мен Атлант мұхиты аралығындағы Гибралтар бұғазын зерттеп жүрген кезде таңғаларлық оқиғаға, тіпті ғылымның өзі түсіндіре алмайтын жағдайға тап болады. Ол бір жазықтықта ағып жатса да бір-бірімен еш қосылмайтын екі теңіздің бар екендігі. Тіпті ол жердегі судың температурасы, судың дәмі, тіпті екі жақтың балықтары мен жәндіктері мен өсімдіктері де әртүрлі екендігін байқайды. Қосылмайтын екі теңіз жайлы осы Фұрқан сүресінің 53-ші аятында. Алла бірі сүйкімді тұщы, ал бірі тұщы ащы екі теңізді қосты. Және екеуінің араларына бөгет пен өте алмайтын тосқауыл орнатты деп келеді. Осыдан кейін менің көзім ашылып, исламға бет бұрдым. Құранға ант етейін. Ол Алланың хақ сөзі деп капитан Кусто «Біз неге мұсылман атандық» деген кітабында өзі туралы жазады.